Barchaga salom do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктар videoni bostamас burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Bunday dengede бұл ma'nizda Sarapshi Alimxanoğlu'nun neni o'zgartirish kerakini aytdi. Екі салмақта чемпион болған қазірде бокс сарапшысы Тимоти Брэдли қазақстандық Жанибек Алимханұлының қалай өзгеру керегін айтты деп хабарлайды. Алимханұлы көңілді қалдырды. Жанибек ортанқол боксшыны әзір жеңгені айтылды. Жанибекке әлі еңбектену керек, қосу қажет. 13 жекпе-жек 6 жыл кәсіп қой. Қазір чемпион, бірақ барыбір қосу керек. Ол 29 жаста. Алайда барыбір қосу қажет. Жақын қашықтықты жұдырықтасып үйренген Джон, комбинация ауыстырып отырған Джон. Міне осы тер төгуде қажет ететін дүние. Қарсыласын жақын қашықтықта бақылауды ұстау үшін осыларды жасау керек. Мұндай деңгейде бұл өте маңызды. Мен байқаған осы ұсақ түйек оған ары қарай ilgerilуге көмектеседі, деп береді Брентлин сөзін. Маман Алимханұлы Бентли айқасына адал бағасын берді. 1980 жылғы Олимпиада жүлдегері Виктор Доминенко порталына YouTube арнасына берген сұхбатында Жанибек Алимханұлының кейінгі айқасына қатысты пікір білдірді. Құлата алмады. Алимханұлы 14 нокауты бар қарсыласпен 12 раунд айқасты. Алимханұлы жақсы жұдырықтасты. Басымдық танытты, өзін жақсы жағынан көрсетті. Қарсыласында жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Әрине нокаут күткенбіз, алайда бары жақсы өтті деп ойлаймын, дейді Доминенко. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Жақында конкурс жариялап қойғанбыз, конкурсы болады достар. Конкурсқа қатысу бары оңай, тегін болады, ақшалай сыйлықтар, iPhone-ды ұтып алуыңыз мүмкін. Бары шарттарды сіздерге таныстырып отыратын боламын. Баршаға сәттілік.